Hadislerге сәйкес, пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Қиямет күні алдында әртүрлі оқиғалар орын алатынын айтқан. Бұл оқиғалар қияметтің белгілері ретінде қарастырылады. Және олар үлкен әрі кіші белгілерге бөлінеді. Үлкен белгілер қиямет жақындағанда болатыны ғажайып әрі ерекше құбылыстар. Мысалы, Дәджжалдың шығуы, Яжуж бен Мәжуж тайпаларының пайда болуы. Ал кіші белгілер бұрын болған немесе болашақта орын алатын оқиғалар. Олар туралы да хадистерде айтылған. Хижр бойынша 654 жылы, яғни біздің заманымыздың 1256 жылында ислам ғылымдары қияметтің кіші белгілерінің қатарына жатқызған ерекше оқиға орын алды. Бұл оқиғаны Алланың елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, 6 ғасыр бұрын алдын ала хабарлаған еді. Имам Мүслімнің оларға Алла рахым етсін жинақтарында келтірілген хадисте пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай деген: қиямет қайым болмайынша Хижаз жерінен бір от шықпайды. Ол Бусрадағы түйелердің мойындарын жарықтандырады. Хижаз аймағы Мекке мен Медине орналасқан жер. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын хабарлауынша, бұл от соншалықты үлкен және жарық болады. Тіпті Сирияның оңтүстігіндегі Бусра қаласынан да көрінеді. Бұл қашықтық шамамен 2000 шақырым. Бұл пайғамбарлықтың 7 ғасырында Хижра бойынша 654 жылы орындалды. Мединеге жақын лава далаларында жер астынан алып жалын көтерілді. Бұл жанартау атқылау еді. Бұл оқиғаны сол заманның әртүрлі тарихшылары өз еңбектерінде жазып қалдырған. Олардың бірі белгілі ғалым, құқықтанушы және тарихшы Абу Шама Аль-Махдиси. Ол бұл оқиғадан 10 жыл кейін өмірден өткен. Ол өз жазбасында былай дейді: біз Дамаскіде, Шамда күн мен айдың қараңғылығынан көрдік. Дәл тұтылу кезіндегідей. Біз не болып жатқанын түсінбей абыржып қалдық. Кейіннен Мединеде болған оқиға туралы хабар келді. Бұл оқиғаның тағы бір куәгері ислам әлемінің атақты ғалымдарының бірі Имам Ан-Науауи. Ол Имам Мүслімнің Сахих хадис жинағына жазған түсіндірмесінде былай дейді: біздің заманымызда, дәлірек айтсақ, Хижра бойынша 654 жылы үлкен жалын пайда болды. Ол Мединаның шығысындағы далаларда көрінді. Бұл оқиға Шам және басқа да аймақтарға белгілі болды. Тіпті Медина тұрғындары маған осы туралы хабарлады. Сондай-ақ бұл оқиғаны кейінгі ғалымдар Аз-Захаби, Ибн Касир, Абул-Фида және басқа да тарихшылар өз еңбектерінде баяндаған. Олар бұл мәліметтерді сол оқиғаны көзімен көрген куәгерлерден алған. Имам Аз-Захаби бұл жайында былай жазады: бұл от туралы хабарлар үздіксіз жетіп отырды. Бұл оқиға бізге Алланың елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын арқылы жетті. Біз бұл жайында Бусра тұрғындарынан да естідік. Олар тіпті түйелерінің мойындарынан сол оттың жарығын көргенін айтты. Жанартау атқылауы қалай басталды? Барлығы айдың Жумада Әл-Ахира айының 1 дүйсенбісінде басталды. Сол күні Медине тұрғындары алыстан найзағай жарқылы мен күркіреген дыбыстарға ұқсас үн естіді. Бұл дыбыстар 2 күн бойы қайталанып тұрды. Сәрсенбі күні түнде Мединеде жер сілкінісі болды.
Бұл қатты жер сілкінісі жұмаға дейін жалғасты. Жер шайылғанда үйлердің қабырғалары мен шатырлары тербелді. Жұма күні түс ауа жер сілкінісі басылды. Ал жұма намазынан кейін лава далаларында жер қақ айырылып, алып қара түтін бағаны көтерілді. Артынша жалын тілдері аспанға көтеріліп, алып тастар жан-жаққа ұшып жатты. Жерден ыстық лава атқылап, өзен сияқты аға бастады. Бұл лава ағыны 12 мильге, шамамен 19 километрге созылып, 4 миль, шамамен 6 километр еніне жетті. Лаваның жанында тұрған тастар балқып, күйіп жатты. Ал суып қалған лава қара түске боялды. Сол кездегі Мәдиненің қазысы, сот билеушісі Шамс ад-Дин ибн Синан былай деп жазады. Бұл оқиғаны көргенде бәріміз қатты қорықтық. Мен Мәдиненің әміріне барып, бізге жаса келді. Алладан кешірім сұра дедім. Ол барлық құлдарын босатып, халықтан заңсыз алынған мүліктерді қайтарды. Кейін мен оған пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, мешітіне баруды бұйырдым. Сол түні Мәдинаның барлық тұрғындары, әйелдері мен балалары қоса пайғамбар мешітінде түнеп, Алладан кешірім сұрады. Сол кезден бастап Мәдинада музыкалық аспаптардың үні естілмейтін болды. Ешкім шарап ішпейтін болды. Бұл оқиғадан қандай сабақ алуымыз керек? Бұл от 3 ай бойы сөнбеді. Өздіксіз түтіннен күн мен ай көрінбейтін, тіпті Шамда, Сирияда да күн тұтылғандай бозарып тұрды. Бұл Алланың ұлы белгілерінің бірі, және адамдар үшін ескерту болды. Бізде осындай табиғи апаттарды, жер сілкіністерін, күн мен айдың тұтылуын көргенде Аллаға қайтып, шынайы тәубеге келуіміз керек. Бұл Алладан, осы дүние мен ақыреттегі бәле-жаладан, қабір азабынан және қиямет күнінің сұмдықтарынан қорғауын сұраймыз. Әмин.